Қайырлы таң. Мен бүгін туысымның үйіндемін және бүгін күні бойы ауылдың суетасымен өмір сүріп, ауылдан сондай бір влог болады. Кір жаюға шыққам. Дала Астанадан сәл жылырақ, күн шығып тұр, кішкене салқындық, енді қыс басталып жатқасын. Мына жерде қой деп мынау сиыр, и бір ат. Мынау менің мамамның сіңлісінің үйі. Біз қазір осы жердеміз. Біз мына жерде болдық. Мына жерде тағы бір там бар. Мына жерде ауылда сондай бір асхана деген жер болады ғой, ошақ басы. Қазір мына уголочекті көрсеткім келіп тұр. Бізде әпшем мен жездем. Олар 1-2 жыл бұрын үйленген. Гүлжан әпшем мен Бағдат жездем. Нағашы әжем. Мынау кешегі болған тойдан. Бақберген тәтемен әпшем, жеңгем, білмеймін, сондай әйтеуір. Мынау біздің әпшеміз. Мамасы болады, маған енесі болады. Құдалармен. Короче, мынаны қазір итке берем. О, аяқтан жуан көрінеді. Жұмыртқаны көрсетші. Бүгін мен күні бойы әпшемнің үйінде болдым. Осы жерде күні бойы отырып, тамақ ішіп, бірнеше рет ұйықтап, бала қарап, күнімді өткіздім. Енді өстіп бүгінгі күн соңына жетті. Қазір сағат түнгі 10 болып жатыр, ұйықтауға жатамыз. Мама, папа басқа үйге қонаққа кетті, сол жерде түнейді. Мен өзім жалғыз осы жерде тәтеммен, жеңгеммен отырамын, ұйықтаймын. Қазір мені папа алып кетуге келді. Біз негізі бір ауылдамыз да. Мен нағашы үйде болдым. Папа, мамам папа жақтағы үйде болды. Енді қазір папа алып кетуге келдім. Мама сағынған ғой. Сосын абайға баратын шығармыз. Қазір біз негізі маникюр жасатуға келгенбіз. Кеше жасата алмай қалдық. Қазір жасайтайын десек, сол мастер жоқ. Сол себептен қазір енді жай киім қарап жүрміз. Сосын папам мен жеңшем келеді да, бір жерге отырмақшымыз. Короче, таң аттым. Бүгін екінші күн.
Şimdi bugün biz babamның іннің үйінде. Короче, біз отырдық. Таңғы асымызды ішіп жатырық. Кешегі сарқыттан да бір-екі нәрселер қойып, мамам бандит болып отыр. Күшті жарасады. Короче, біз шай ішіп отырып шықтық. Кешегі бұйрам әлі түспей, өйстіп красотка болып тұрмын. Мына осындай бұйра кешегіден жақсырақ. Папамның інісінің үйінде болды. Қазір енді Абайға шығамыз. Осы Сарыағаштан подписчиктерім болса білесіздер ғой, Абайдың қайда екен. Абай деген не ол? Сондай бір не да? Орталық, типа қала, базар, салон барлығы сол жерде. This is my outfit. Абайда қазір киім қарау керек, маникюр жасату керек. Короче, біз Абайға келдік. Істейтін нәрселерді істеп тастау керек енді қазір. Вот. Ана жерде базар. Мынау автовокзал. Мындай майда-шүйда заттар көп екен. Мындай сумкама қолға ұстаған ыңғайлы, иә. Короче, бізде екі емес, тағы бір той болады. Соған бір киім қарап жүрмін. Я бы хотела, например, такой пиджак. А еще маған үйге киетін трико керек. Абайда деген нормальный көйлек таба алмайды екенсің. Шымкентте болатын еді. Той көйлек қарап жатырмыз. Маған мынау ұнап тұр. Мынау вообще күшті. Астында продуктовый, біз үстінде жүрміз киім қарап. Тұрмал бастай болып тұр. Оянбағам. Тұрмал бастай болып тұр. Вау, мам. Тұрсаң прям өзгеріп жертісті. Күзді көктемдік ба? Қысқа болмайды. ішінде помидор огурцы егеді ғой, болгарский. Біз деге мамамен бір кафеге отырдық. Мамам мені тамақтандырып жатыр. Лепешка келді, қазір лағман келеді. Ауылдағы күнің естіп өтеді ғой. Жеу, ұйықтау. Естіп өтеді бұл жерде. Біз негізі маникюр жасатуға келгенбіз. Бірақ маникюрың қазір келмейді, сол себептен біз жүрек жалғап алайын дедік. Таңғы ас ішпегесін. Біраз үйге бардық та, бірақ әлі тауып. Дәл қазіргі сәтте біз туалеттеміз деп бам. Влогта қайда барған бәрін, туалетке барғаныңды көрсетесің ба дегенде в прямом я көрсетем деген тұр ғой бұл деген. Ауылда ауа райы деген ыстық, жып-жылы. Куртка киіп оранбағанымды айтам. Неге? Если что, қазір қарашаның 21-і бүгін. Үстім деген шешіп алдым. Қолымды осылай істеттім. Прям өзіме өте қатынап тұр. Басында ұнамаған, бірақ қараңыздаршы, вообще күшті. Маникюрдан шығып, енді қазір әпшемнің апамның үйіне барам. Папамның әпкесі. Үйіне барып, отырып, шай ішіп қайтамыз. Итак, ауылға мен не алдым? Жер кіріп кетті. Тойға осы подружкам берген туфли еткем. Сосын бізде жай үйде, пойызда киетін ыңғайлы болып қапты кішкене. Осындай свитшот. Просто чемодан жинаймыз деген видео түсірмегесін, өйстіп былай не алғанымды түсіре салайын деген нем ғой. Менің оверсайз футболка. Универсальный, негізі бұл мужской футболка.
тоже үйде кигенге қара джинсым. Дальше осындай қалың менің сүйікті свитерім. Егер апталық влогты көрген болсаңыздар, мына свитер сіздерге таныс. Мен мынандай топ алдым да ауылға, бірақ білмеймін кием ба кимеймін ба, қайда кием көреміз. Кимейтін шығармын, бұл летний болып кетті да. Сосын бізде 2 той болады, сосын бір құдалық болады. Ертең бізде тойға өстіп маникюр жасады. Бір той өтті, ертең тағы той. Сосын ар күні бір құдалыққа осындай кофта алдым. Атласына бұны үтіктеу керек. Осындай кофта. Шалбар осымен киетін, бірақ бұны емес, джинсы кие салатын шығармын. Осы жемпірмен көк джинсым. В принципе, все. Сосын тойға киетін 2 көйлек и все. Туыстарымыз өстіп бізге 2 банка бер жер. Ауылға келсең осы ғой.